Три сестры инсульт, жарақат, отадан кейінгі қалыпқа келтіру клиникасы медициналық ұйымнан гөрі парк отельге ұқсайды. Себебі клиника Мәскеуден 2 сағаттық жерде орманда орналасқан. Айналасында 4-5 үй ғана бар, қалғаны қалың ну орман. Клиниканың орналасу жері өте ұтымды деп ойлаймын. Таза ауа мен табиғаттың тыныштығы пациенттерді оңалтуда үлкен көмек. Қазір сіздерді менімен бірге клиниканың ішін аралауға шақырамын. Мәскеуде жаңбыр басталды, маған бірден осындай қолшатыр берді. Кеттік, енді клиниканың ішін қарайық. Арбада отырған адамдарға ыңғайлы болу үшін кіреберіс есік жақындаған кезде өзі автоматты түрде ашылады. Кірген бойда қолшатыр және аяқ киім тазалайтын заттар қойып қойыпты. Кірген бойда ресепшн мен холлды көреміз. Әдемі интерьер, дұрыс таңдалған түстер, гүлдердің композициясы әзірге клиника емес, отельдің сезімін беруде. Байқағаным, клиникада гүлдер өте көп, тек қана ақ түсті гүлдерден әдемі композициялар жасап қояды және оны апта сайын ауыстырып отырады екен. Видеоны қарап отырған көрермен мұндай клиника қанша тұрады деген ойға қалып отырған шығар. Мен алдыңғы видеода клиниканың бағасы және келу жолдары туралы арнайы видео түсіріп айтқан болатынмын. 21 күнге реабилитация ақшасын толық төлеп, чегімді алдым. Біз қазір лифттің жанында тұрмыз. Мінекей осындай үлкен 2 лифт әр қабатта орналасқан, және де әр қабаттың жанында осындай тақтайшада қандай кабинеттер бар, барлығы жазып қойылған. Лифттен солға бұрылған кезде палаталар, бірақ біз ол жаққа бармаймыз, біз оңға жүреміз. Оң жағында бірінші қабаттың медициналық посты бар. Әр қабаттың өзінің жеке медициналық посты болады. Ал мына жерде осы клиниканы салуға көмектескен инвесторлардың есімі жазылған. Осы жерден солға бұрылғанда бассейн, оңға бұрылғанда физикалық терапия залы бар. Біз шолуды физикалық терапия залынан бастайық, себебі бұл ең үлкен зал болып табылады. Физикалық терапия залы бірінші қабаттың басым бөлігін алып жатыр. Три сестры сайтында командамызда 350 адам жұмыс жасайды депті. Соның 50-і физикалық терапевтер шығар. Қазір сіздер видеода көріп тұрған маттардың жарты сағаттан кейін біреуі де бос болмайды. Сағат 8-ден бастап физикалық терапия залында пациенттермен жаттығу басталады. Күніне 2 рет пациенттер осы залда уақытын өткізеді. Зал өте керемет жабдықталған, жаттығуға қажетті заттың барлығы да бар. Пациентпен жаттықпас бұрын әр физикалық терапевт матты стерилді шүбірекпен сүртіп тазалайды. Физикалық терапия залы менің көңілімнен 100% шықты, бірақ бұл жерде барлығы үлкендерге арналған. Балаларға залдың шетінен бір бұрыш бөліп қойыпты. Мен қазіргі кезде мектеп жасына дейінгі балалар туралы айтып тұрмын. Мектеп жасындағы жасөспірім балалар, олар осы залда үлкендермен қатар жаттығуларын жасай береді. Ал жігер сияқты кішкентай балалар осындай бір бұрышта отырып жаттығуларын жасайды. Негізі кішкентай балаларға арнайы бөлек зал дайындап жатыр екен. Ол залдың ремонты әлі бітпепті. Сондықтан біздер бұл залда жаттығу жасап көрмедік. Ремонты қашан бітетіні белгісіз, әзірге осындай этапта бұл зал. Және бұл жерде мотомед залы бар. Видеода көріп тұрған құрылғылар арқылы аяқ қолды жаттықтыруға болады. Балаларға арналған кішкентай құрылғылар да бар. Физикалық терапия залын кесіп өтіп, біз қазір логопед нейропсихологтардың кабинеттеріне барамыз. Логопед нейропсихологтар осы жерде отырады. Олар сабақтарын негізі пациентке жеке палатаға келіп те өткізеді. Ал кімнің жағдайы тартады, олар осы кабинетке келіп мамандармен жаттығады. Медиагостиная деген бар. Бұл жерде конференция, сұхбат сияқты шаралар өтетін шығар деп ойладым. Әзірге кешкі уақытта бұл жерде балаларға арнап мультфильмдер, фильмдер қосып қоятынын көрдім. Мынау «Храброе сердце» мультфильмінен үзінді.
Кабинеттердің жанында орындықтар қойылған. Бұл жерге пациенттердің отбасы, туысқандары келіп, әңгімелесіп, уақыт өткізе алады. Клиникада бірнеше шығу есіктері бар. Жаңа мен логопед кабинеттерінің жанынан өтіп, сол жақтағы есіктен шықтым. Осында жұмыс жасайтын нейропсихолог, логопед мамандар, клиника оларға кәдімгідей нейропсихолог кабинетін жасақтап, жабдықтап беретінін айтып отыр. Енді ол қашанға жоспарланған, мен ол жағын білмедім. Дегенмен, болашақта ойларында балаларға арнап нейропсихологиялық құралдармен жабдықталған кабинет ашу бар екен. Физикалық терапия залымен жүріп, біздер бассейнге қарай барамыз. Жолда массаж кабинеті бар. Бірақ осы жерге келіп массаж алып жатқан пациенттерді көрмедім. Әдетте массаж номерде өтеді. Себебі пациенттерге сол ыңғайлы сияқты. Мысалы, менің балама да массажист номерге келіп массаж жасайды. Одан бөлек бұл жерде ординаторская бар, яғни дәрігерлер отыратын жер. Бұл жерде және расписаниені құратын менеджерлар да отырады. Енді міне біз бассейнге келдік. Бассейнға кіріп келген кезде осындай кішкентай холл бар, орындықтар қойылған. Мен әдетте баламды осы жерде отырып күтемін. Сонымен қатар үстелге лимон қосылған су, ауыз су, стакан, барлық қажетті заттарды қойып қойған. Бассейн өте әдемі, үлкен, суы жылы. Жалпы клиникада 2 бассейн бар. Біреуі үлкен, біреуі кішкентай. Біз қазір үлкен бассейнда тұрмыз. Сонымен қатар клиникада гидрованна тағы бар. Бір қызығы, ересектер мен балалар бассейнге бір мезгілде жүзе береді. Ешкім ауру не инфекция жұғады деп қорықпайды. Три сестры клиникасы реабилитацияға ешқандай справка, анализсіз қабылдайтын ескерсек, балалар мен үлкендердің бірге шомылуы маған мүлдем ұнамады. 21 күн реабилитация ішінде бассейннің суы 2 рет толыққанды ауыстырылды. Дегенмен де арбада отырған ересек адамды бассейнге әкелердің алдында душқа түсіріп алып келмейтін шығар. Бассейннің қасында да далаға шығатын есік бар. Мен дәл қазір сол жерден шығып тұрмын. Енді құрметті көрермен, сіз бассейн туралы не ойлайсыз? Мен сіздерге барлық плюс-минусын ашық айттым. Балалар мен үлкендердің бірге шомылуы туралы ойыңыз қандай? Мен шынымды айтсам білмей тұрмын. Сондай бір екі түрлі ойда тұрмын. Бір жағынан демалыс орындарына барсаң, немесе бір хамам, спа, сондай монша, сондай жерлерге барсаң да балалар мен үлкендер бірге шомылып жатады, және олардан ешкім справка сұрап жатқан жоқ. Осындай да ой келіп тұр. Енді сіз осы жерде маған ойыңызды жазып өтіңізші. Бірінші қабатта ЛФК логопед нейропсихолог бассейн болды. Бірінші қабатты толық көрсеттім, тек кофе автомат қалып қойыпты. Қазір сол жерге барайық. Автоматтан сусындар, тәттілер сатып алуға болады. Мен өзім еш нәрсе алып көрмедім, бірақ күнделікті пациенттер осы жерден түрлі заттарды алып жатқанын байқаймын. Автоматқа төлемді карта арқылы да, наличка арқылы да жасауға болады. Енді екінші қабатқа көтерілейік. Мына жерде тақтайда көрсетілген Easy Street және де палата интенсивный терапия деген қазір Трисестрида жоқ екен. Оның орнына сіздерге мен ресторан мен балалар эрготерапия залына шолу жасаймын. Өздері бұл жерді асхана емес, кәдімгідей ресторан деп атайды. Жоғары жағына ресторан деген жазуды байқағанда шығарсыздар. Ресторанның іші осындай, үстелдер қойылған, жинақы, әдемі. Біздер күніне 3 мезгіл тамағымызды осы жерден ішеміз. Негізі тамақты ресторанға келмей номерде де ішуге болады, бірақ бізге осы жерге келіп ішкен ұнайды. Таңғы ас күнделікті 7:30-дан 11:00-ге дейін беріледі. Тағамдары шынымен өте дәмді. Ресторандағыдай видеода таңғы астың үлгілерін көрсетіп жатырмын. Тамақ реабилитация суммасының ішіне кіреді. Видеода мен сіздерге 4 күннің таңғы асын көрсетіп жатырмын. Яғни дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі және бейсенбі күні берілген таңғы ас үлгілері. Күнделікті таңғы астан кейін сізге меню беріледі. Сол менюда тағамдар тізімі болады. Яғни сіз ертең жегіңіз келетін тағамдар түрлерін менюдан таңдап тапсырыс бересіз. Сол арқылы сіздің тапсырысыңыз қабылданып, келесі күнге жейтін тамағыңызды олар алдын ала дайындайды. Балалар және үлкендер менюі бар.
Сонымен қатар күнделікті тамақпен бірге ішуге екі түрлі сусын таңдауға болады. Оның біреуі салқын сусын, яғни фреш, сок, морс, компот деген сияқты болса, келесі ыстық сусын, ол шай, кофе немесе ыстық су. Менюда фрукт собой деген бар, яғни өзіңізбен бірге күнделікті жейтін көкөністі номерге алып кетуге болады. Үзіліс кезінде ресторанды жуып, тазалап, келесі ас ішуге дайындайды. Әр келген сайын ресторан таза, жинақы болып тұрады. Ал мынау түскі астың үлгісі. Түскі аста өте тойымды, дәмді. Түскі асқа сорпа, хумус салат және көкөністермен бұқтырылған бұзау еті. Қасында шай мен десерті бар және баламыз екеумізге фреш алдық. Яғни тамақтан ешқандай проблема жоқ, тамақ әр пациентке жеткілікті мөлшерде дайындалады. Ресторанның жанында күнделікті таңғы және түскі астан кейін кофе брейк тұрады. Мына жерден шай, кофе, жеміс-жидек және де лимонад құйып алуға болады. Егер ресторандағы жалпыға берілетін тағамдар сізге ұнамаса, ақылы менюдан өзіңіз қалаған тағамды тапсырыс беруге болады екен. Мен бұл қызметті пайдаланып көрмедім, бірақ басқа пациенттер алдын ала өздеріне ұнатқан тағамдарын тапсырыс беріп жатқандарын көрдім. Ресторан жанында мектеп жасына дейінгі балаларға арналған эрго кабинет бар. Эрготерапия балаларға күнделікті өмірде қажет болатын дағдыларды, жеке бас гигиенасын, өз-өзіне қызмет етуді үйретеді. Бірақ бұл кабинетте күнделікті өмір дағдысын үйрену үшін тек қана кухня ғана бар, қалғанның барлығы кәдімгідей ойыншықтар. Сондықтан бұл кабинет маған эрготерапия емес, ойын терапиясын еске салды. Кабинет айналымға жоқ, өте тар. Негізі басында балалар эрго класы үлкендермен бірге 3-ші қабатта болыпты, кейін оны 2-ші қабатқа ауыстырыпты. Өте сәтсіз шешім болған сияқты, себебі бұл кабинеттің терезесі де жоқ. Жалпы бұл кабинеттің орналасқан жері балалармен айналысуға келмейді. Таңертең оянғанда тіс жуу, жуыну, киіну, ойнау, тамақ ішу, осының барлығы эрготерапия. Сау бала үшін мұның барлығы күнделікті қалыпты жасалатын іс-әрекеттер. Реабилитацияға сау бала келмейтінін ескерсек, жаңағы аталған іс-әрекеттерді, дағдыларды бала реабилитация кезінде эрготерапия кабинетінде қайталап, жасап, жаттығады. Сол үшін де эрготерапия кабинеті тиісінше жабдықталуы керек. 2-ші қабатта аяқтадық, 3-ші қабатқа көтерілейік. 3-ші қабатта ересектерге арналған эрготерапия залы бар. Лифттен шыққан бойда оң жағымызда ересектерге арналған эргозал. Бұл жер енді әлдеқайда қызығырақ. Бұл жерде ересектерге және мектеп жасындағы балаларға эрготерапия сабақтары өтеді. Тағы да айтып өтейін, бұл инсульт, жарақат, отадан кейін күнделікті өмірге қажетті дағдыларды жоғалтып алған адамдар үшін жасалған өмірдің моделі. Мына жерде видеодан сіздер магазинді көріп тұрсыздар. Пациент осы жерге келіп сауда жасауды үйренеді. Эрготерапевтің мақсаты пациентті реабилитациядан кейін қоғамға араласуына бейімдеу. Сол себепті пациенттер бұл жерде компьютермен жұмыс жасап жаттыға алады. Сонымен қатар машина айдауды да қайтадан үйренеді. Мынау машинаның моделі. Күнделікті өмірге қажетті дағдылардан бөлек пациенттердің бір нәрсені қиып, жапсырып, тігіп, пластилинмен жұмыс жасап жатқандарын да көремін. Соған қарағанда бұл осы пациенттердің жасаған жұмыстары шығар деп ойладым. Және үстел үсті ойындары да өте көп. Бұл ойындардың барлығы ойлау, есте сақтау, зейін, қабылдау сияқты жоғары ми функцияларын дамытуға арналған. Пациенттер күні бойы осы жерде түрлі үстел үсті ойындарын ойнап отырады. Ойыннан бөлек пациенттер бірге ойнау арқылы коммуникацияларын да дамытады. Ал оның барлығы кейін реабилитациядан жазылып шыққасын күнделікті өмірде қажет болады. Ал мынау эрго квартира. Бұл жерде пациенттер ас үйде өз-өзіне қызмет ету дағдыларын үйренеді. Аурудан кейін қол аяғы әлсіз болып қалған адамға қайтадан қолына пышақ алып, ас үйде тамақ жасау өте үлкен қиындық тудырады. Бұл жерде микроволновка, тостер, пеш барлығы бар.
яғни ас үйде кездесетін заттардың барлығын қойып қойған. Сонымен қатар киім үтіктеп те жаттығады. Яғни күнделікті өмірде кездесетін іс-әрекеттердің барлығын осы эрго квартирада пациенттер жасайды. Бұл кабинеттің жанынан өткен сайын күнде күшті неше түрлі тәтті иістер шығып жатады. Пациенттер күнделікті бұл жерде кәдімгідей тамақ жасайды. Аурудан кейін әлсіз болып қалған пациенттің қол аяғын қайтадан іске қосып, жұмыс жасату осы эрготерапевтің тікелей міндеті болып табылады. Әрине оған ЛФК мамандар да көмектеседі, бірақ күнделікті өз-өзіне қызмет етуді осы эрготерапия саласы үйретеді. Балаларға да осындай әдемі эрготерапия кабинеті қажет, е? Спрос порождает предложение дейді. Қазір клиникаға келетін балалар саны күннен күнге өсуде. Сондықтан балалардың да эрго класын жаңартып қояды деп үміттенеміз. Біз әлі 3-ші қабаттамыз. Біздің палатамыз 3-ші қабатта орналасқан, бірақ бұл жерде палата емес, номер деп атайды. Номерлардың барлығы орыс жазушысы Антон Чеховтың шығармаларының атауларымен аталған. Видеода көрсетіліп жатқан номерлардың атауы бұл барлығы Чеховтың шығармасынан. Енді клиника неге «Три сестры» деп аталатыны түсінікті болған шығар. Бұл да Чеховтың кезекті шығармасы. Оригинальны, креативны идея маған өте ұнады. Біздің номеріміз ручей деп аталады. Қазір мен сіздерге номердің ішін көрсетпеймін. Келесі видеода бөлек осы номерге шолу болады. Әр қабатта медициналық пост бар. Бұл жерде медсестра және күтушілер отырады. Тақтайда пациенттердің расписаниесі жазылған. Осы кесте бойынша күтушілер пациенттерді сабаққа апарып алып келеді. Ал медсестралар күнделікті пациенттердің қан қысымын өлшеп, дәрілерін уақытылы берумен айналысады. Мынау пациенттердің дәрісі сақталатын арба. Бұл жерде ешкімнің фамилиясы, аты жазылмайды, тек номердің атауы ғана көрсетіледі. 3-ші қабатты бітірдік, 4-ші қабатты көрейік. 4-ші қабатта аса қызықты еш нәрсе жоқ екен, сондықтан далаға шығуды ұсынамын. Клиниканың алды әдемі гүлдерге толы, жанында демалып отыратын орын мен кітап сөресі бар. Өкінішке орай мен оларды видеоға түсірмеппін. Клиниканың жанында веранда бар. Бұл жерде әдетте пациенттер бір-бірімен әңгімелесіп, шай ішіп, немесе ноутбукпен жұмыс жасап, уақыт өткізеді. Веранданың қасында үстел үсті теннисі бар. Бұл да пациенттер үшін кәдімгідей ермек. Клиниканың дәл алдында балалар ойын алаңы бар. Жерді жұмсақ плиткамен қаптаған, яғни балалар құлап қалса, бір жерін зақымдамас үшін. Клиниканың артында эрго бақша бар. Бұл жерге қызанақ, қияр сияқты көкөністер егіп қойыпты. Бірақ бұл жерге келіп жұмыстанып жатқан пациенттерді байқамадым. Енді осындай бақша жасап қойса, демек, бұл да бір оңалтудың ішіне кіретін жұмыс шығар деп ойладым. Жалпы клиника айналасы өте әдемі, биік-биік ағаштар, әдемі гүлдер, осының барлығын күтіп баптайтын мамандар бар. Байқағаным, бұл жерде әр маман өзінің жұмысын өте жақсы біледі. Пациентпен сөйлесуді, қарым-қатынас құруды жақсы меңгерген. Себебі қызметкерлер пациентпен тіл табысуды специалист по коммуникациям деген арнайы маманнан сабақ алу арқылы үйренеді екен. Мамандар пациент таңертең оянғаннан бастап, қал жағдайын сұрап, күлімдеп, амандасып, кәдімгідей пациентке назар аударады. Пациенттер бұл клиникада өздерін өте жайлы сезінеді деп ойлаймын. Клиникадан шыққан бойда қасында қалың орман тұр. Жаның бір тыныштықты қалаған кезде осы орманға барып, жайбарақат, асықпай, жалғыз өзің серуендеп келуге болады. Осымен Ресейдің ең қымбат реабилитация клиникасына жасаған шолуым аяқталды. Сіздерге клиника ұнады ма? Қандай ойда қалдыңыздар? Не ұнады, не ұнамады? Барлығын пікірге жазыңыздар. Мен барлық пікірлерді оқимын. Клиника өзінің ақшасына тұрады деп ойлайсыздар ма? Бір-бірімізбен пікір алмасайық, және де менің еңбегім үшін видеоға лайк басып, комментарий жазып, колокольчик басып, менің каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар.